Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarning boks жаңалықтары videoni бастамас turib arnaga tirkilib videoga like bosуды unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар тек qana bizda bo'ladi do'stlar. Сол үшін подписаться болуды unutmaymiz. Sadriddin Ahmedov пен Elias Espadez arasınдағы 2025 жылғы 19 сәуірдегі Калифорния штаты Камерис қаласындағы Камерис казино аренасында өткен жекпе-жек тең нәтижемен аяқталды. 10 раундтық жекпе-жек Majority Drive көпшілік шешіммен тең деп танылды. Bir torшы Ahmedovтың 96-94 есебімен жеңімпаз деп танылса, қалған екі торшы 95-95 есебімен тең деп бағалады. Бұл нәтиже Ahmedovтың кәсіби мансабындағы алғашқы тең есеп болды. Оның рекорды енді 15 жеңіс, 13 нокаут, 0 жеңіліс және 1 тең есеп құрайды. Espadez үшін бұл 7-ші тең есеп. Оның жалпы рекорды 23 жеңіс, 6 жеңіліс және 1 тең есеп. Жекпе-жек UFC Fight Pass платформасында тікелей эфирде көрсетілді. Бұл жекпе-жектің Sadriddin Ahmedov фаворит болды. Жақсы рекорд және нокаут күші бойынша басылым еді. Сол кезде 15 жеңіс, 13 нокаут жеңіліссіз. Ол Қазақстандағы ең үміт күттерін жас боксшылардың бірі болып есептеледі. Жанкүйерлер мен сарапшылардың көпшілігі оның жеңісіне сенімді болған. Өйткені қарсыласы Elias Espadez тәжірибелі болғанымен, оған дейін бірнеше рет жеңілген. 6 жеңіс, 7 тең есеп бар. Бірақ жекпе-жекті өте тартынысты өтті. Espadez мықты қарсылас екенін дәлелдеп жекпе-жекті тең есепмен аяқтады. Яғни Ahmedov фаворит болғанымен нақты жеңімпаз анықталмады. Бұл Sadriddin үшін тәжірибе жағынан маңызды қадам болды. Келесі кездесуін реванш немесе рейтингті көтеру үшін басқа боксшылармен мықты айқастар болуы мүмкін. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Өз ойыңызды комментарийға жазып қалдырыңыздар. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Баршаға рахмет.